2 күнде безеуден қалай арылуға болады? Безеудің пайда болу себептері қандай? Сәлем құрметті алтын достарым, бүгінгі видеода безеудің себептері және безеу туралы жалпы айтатын боламын, және безеуге арналған аппарат туралы, өзім қолданып жүрген аппарат туралы айтатын боламын. Алдағы видеода менімен бірге болыңыз. Бет терісі сау болу үшін дұрыс тамақтану режимі маңызды. Дерматологтар қауымдастығы сүт өнімдерін көп тұтыну бетке безеу шығуына ықпал ететінін дәлелдеген. Дәрігерге бару қажет болған кезде, егер безеуден қызаруды қалай тез жою керектігін білмесеңіз, онда мынаны байқадыңыз. Қатты безеу, терідегі тырнақтар, жалпы денсаулықтың нашарлауы, содан кейін сіз дереу маманға хабарласуыңыз керек. Егжей-тегжейлі тексеруден және бір қатар қажетті сұрақтардан кейін дәрігер диагноз қойып, тиісті емдеуді тағайындайды. Мүмкін жасөспірімге гормондарға немесе ұсынылған дәрі-дәрмектерге сезімталдыққа арналған тесттер дайындалуы мүмкін. 2 күнде терідегі безеуді қалай кетіреміз? Тіс пастасы безеуді құрғатады және қабынуды жеңілдетеді. Кішкене ақ тіс пастасын аласыз, түні бойы безеуге жағып қоясыз. Таңертең жылы сумен жуып тастайсыз. Осы қарапайым жолмен безеуді 2 күнде кетіріп аласыз. Безеудің пайда болу себептері. Безеу бөртпелерінің негізгі себептері гормоналды бұзылулар, эндокринді аурулар, аллергия, гиперкератоз, ас қорыту бұзылыстары немесе дұрыс тамақтанбау, урогениталды патология, теріні дұрыс күтпеу. Бет күтімі демекші, мен өзім жақында аппарат алдым, инесіз мезотерапия. Қазір сол туралы айта кетемін. Бұл аппарат безеудің зақымдануын емдеу үшін. Ол теріні зақымдамай, тиімді жұмыс істейді. Әсіресе косметологиялық жабдықтарға арналған сезімтал жарық диодты шамды пайдаланады. Бұның 5 түсі бар. 5 түрлі түске енеді. Бірінші розовый цвет, ал қызыл түс терінің клеткаларын жанартады, қара дақтарды кетіреді және көз астындағы қара, темный круги соларды кетіреді. Екінші жасыл түс ол безеуді кетіреді, майлы теріні қалыпқа келтіреді. Үшінші көк түс беттегі теріні тыныштандырады, бүлінген теріні қалыпқа келтіреді, бет терісін ескі терісін алып, жаңа теріні қалыптастырады. Үшінші қызыл түс әжімді алдын алады және кетіреді, бетті тегістейді, теріні жасартады. Төртінші сары түс бетті тартады, бетті нәрлендіреді. Бесінші розовый мигающий дейді, жалт-жұлт етіп тұрған, ал қызыл түс беттің контурын шығарып, әдемілендіре түседі, теріні жақсартады, бетті ағартады. Осы 5 түстен тұрады, мен күнде өзім қолданамын. Өте жақсы әсері бар. Егер алғыңыз келсе, төменде описанияда сілтемесі бар. Сол сілтемеге өтіп алуыңызға болады. Бұл аппаратты қалай қолдануға болады? Бірінші, бұл аппаратты қолданбай тұрып, бірінші гель, өзінің гелі болады, немесе крем аласыз, кез келген үйіңізде кремді алып, бірінші бетіңізге жағып аласыз. Бірінші бетіңізді жуып аласыз, жақсылап тазартып, сосын крем жағып аласыз. Гель немесе крем. Содан кейін осы аппаратты крем құрғағанша массажбен жоғардан ортадан шетке қарай жасайсыз. Егер жағы крем деген гель или крем кеуіп кетсе, қайтадан жағып, қайтадан осымен жасайсыз. 10 минут жасалады. 10 минуттан кейін өзі аппарат өшіп қалады. Бұл аппаратты алып аласыз, бір рет алып аласыз да үнемі пайдаланасыз. Косметологқа бармайсыз бұл аппаратты алғаннан кейін. Үйде отырып өзіңіздің косметологияңыз болады. Өзіңізге күнде қолданасыз. Өте тиімді. Шығын көп жұмсамайсыз. Бір мысалға қымбат кремдерді алып, ол уақытша бітіп қалады, қайтадан аласыз. Ал бұны бір рет алып алсаңыз, үнемі қолданып сізге қызмет етіп тұрады. Шығыны аз болады және де пайдасы көп. Достар, бет адамның ажар демекші, беттеріңізді күтіп жүріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осы каналдың еңбегін бағалап, каналыма лайк басып, тіркеліп, және де достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Бұл ақпарат басқа адамдарға да қажет болып қалар. Қазақ елі аман болсын. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар.